Сәлеметсіздер ме? Бұл Балқаш қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектебінің өркен дебат клубының мүшелері. Мен Аруна Қожамберді, бұл мен Омар Лаура. Бүгін біз Lincoln Douglas форматындағы көрсеткіш ойынды көрсетеміз. Бұл палата ең үздік мамандықты ұсынады. Бұл палата ең үздік мамандық иегерін көрсетеді. Яғни ең үздік мамандық иегері дегендеріміз, мамандық дегеніміз жалпы не? Бұл сенің өзіңдік таңдауың және жұмысың өмірдегі ең маңызды өзіңнің дұрыс таңдауың болып саналады. Яғни мамандықты сен егер де дұрыс таңдамасаң, өзіңдік өмірдегі стратегияң жоғалттың деп есептеу керек деп есептейміз. Яғни менің ең үздік мамандығым бұл менде мұғалім мамандығы. Неге мен мұғалім мамандығын таңдап отырмын деген сіздерде сұрақ пайда болатын шығар. Мұғалім мамандығы әрбір мамандықтың зейінін ашып беретін жандағы кірпіші болып қаланады деген есептейміз. Яғни ол бір адамның яғни сіз мамандық таңдайсыз, бірақ ол мамандықты сізге ең алғашқы көзін ашып беретін, сіздерге Б-ны үйрететін ол мұғалім мамандығы болып саналғаннан кейін, оны сіз бірінші мұғалімнен үйренесіз. Яғни сондықтан да мен ең үздік мамандық есін мұғалім деп алған болатынмын. Сіздер қазір айтуларыңыз мүмкін, ол мамандықта басқа да керемет мамандықтар бар, ол мынандай деп. Бірақ ол мамандықтардың ең біріншісі мұғалім мамандығы. Яғни осы жерде мен статус-кон кетеді. 2023 жыл мен 2020 арқара жылдары болашақ жылдары қарасақ, педагогика мамандығы ең үздік мамандықтардың бірі ретінде алынып тұр. Яғни бұл біздің әлеуметтік желіде айқындалған. Және де айтқым келеді, әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет ететін, бай қиялды адамға және өзіне қажет ететін мамандық осы мұғалім болып танылады. Осы тұста Абайдың мына сөзі есіме түседі: ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға, және де ұстаздың өткен жолықпас үйретуден балаға деген. Яғни сенің ұстазың саған әрқашан қолдау береді. Сен қандай мамандық таңдайсың ба? Бар. Түс, молодец, сенің қолынан келеді, сен бәрінен үздіксің деген сияқты мұғалім сенің екінші ұстазың, екінші анаң болып келеді. Яғни бекер айтпайды ғой, анаң екінші мұғалімің деп. Яғни сен ұстазға ашылып, өзіңнің жеке таңдауыңды айтасың, ұстаз саған әрине қолдау береді, қолпаштайды, көмектеседі, саған ол мамандық қандай қиыншылықтар кездеседі, өз өміріндегі, яғни бұрынғы өміріндегі қиыншылықтарды саған айтып, оны түсіндіріп, сен қателік жасамауыңа осының бәріне көмектесетін мұғалім болып саналады. Және де біз оқушылар ретінде біз жалпы мектепте 8 сағат жүреміз. 8 сағат жүретін ол біздің жанымыздағы мұғалім болып саналады. Яғни мұғалім жанында біз тамақ ішеміз, мұғалімдермен бірге сөйлесеміз, 8 сағат мұғалім жанында сөйлесеміз. Қазіргі таңда тіпті ата-аналардың өзі балалар 8 сағат уақыт бөле алмайды деп ойлаймын. Яғни қараңыздар, сіздер мектепке мұғалім мамандығы балаларға келіп өз білімін түсіндіреді, оны айтады, оны оқитын оқушылар бар, барлығын түсіндіреді. Сен неге жазбайсың, отыр, бүйт, сөйт, оның бәрін нерв кетеді, әрине нерв кетеді. Сондықтан содан кейін үйіне барады, үйіне барғаннан кейін оның өзінің баласы бар, ол өзіне тағы да үйретеді. Ол ең қиын және мұғалім мамандығы ең қиын мамандық және ең үздік мамандық болып саналады менің ойымша. Сондықтан мен ең үздік мамандық ретінде мұғалім мамандығын аламын. Менің аргументтерім жаңағы әр баланың зейінін ашатын ол мұғалім мамандығы ретінде деп түсіндірген болатын жаңа сіздерге. Егер де біз осы мұғалім мамандығы және де бұл әлемде, бұл шекараға, бұл біздің мемлекетте мұғалім мамандығы ең керек мамандық. Және де ата-аналардың өздері барлықтары айтып жатады ғой, ең керек мамандық ол қандай мамандық? Ол өлмейтін мамандық, яғни ең өлмейтін мамандық ол бізде мұғалім мамандығы. Әрқашанда сіз мынандай мамандықта жоғалып кететін шығар. Мүмкін ол болашақта роботтар арқылы бізге керек емес болатын шығар. Бірақ мұғалім мамандығы бізде әрқашан керек. Яғни оны біз ешқандай роботтармен, ешқандай жасанды технологиямен біз ешқалай оларды алмастыра алмаймыз. Себебі жасанды технология ол жасанды технология болып қала береді. Осы сөзімен осымен сөзімді аяқтаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.
Линкольн ханымға сұрақтарға кетсем. Так, сіз қандай мамандық таңдап отырсыз? Мұғалім мамандығы. Ата-анаңыз сізге үй жұмысын жасауға көмектесе ме? Мен мысалы қандай сыныпта оқитыныма байланысты. Егер мен жоғары сынып оқитын бала болсам, мен өзім оқитын сабақты және де өзім тырысам. Ал егер де кіші сынып болатын болсам, әрине ата-ана көмегі керек болады әрбір балаға. Мамандық таңдауға кім көмектесті? Мұғалім. Көп рахмет. Мен өзімнің немді ашатын болсам, өз сөзімді мен қарсыластықтан сразу бастайын. Ең бірінші мамандық мұғалім деді. Бірақ олай болған жоқ. Ең бірінші мамандық қандай болғанын білмейсіз, себебі ол кезде сізге әлемге келген кезде сіздерге не істеген жоқ қой. Бұрындары сразу мұғалім пайда болған жоқ па, дұрыс па? Сразу барлығы мектепке әкелген жоқ. Егер де білмесеңіз, айтып кетейін, бұрындары мектеп деген заттар болған жоқ. Бұрында жаңағы нені, мектепті, сабақты, ол тек қана хобби ретінде алған. Кейбір жаңағы адамдар просто өзінің жұмысынан бөлек, жай ғана хобби ретінде жаңа білім алу үшін алынған. Сондықтан сіздің сөзіңізде бұл жерде қателік кетіпті. Одан кейін сіз ең бірінші мамандық мұғалім дедіңіз да, статус-кво деп сразу кетіп қалдыңыз, бірақ ол жерде айтқым келгені алғашқы мамандық ол өмірге бейімделу болды. Функционалдық сауаттылық дейді ғой. Яғни ең алғашқы адамдар өмірге келгенде олар аң аулауды үйренді, қолөнер болды. Қазақстан тарихын оқысаңыз, онда білесіз, қолөнер болды, өмірге бейімделу болды, в общем. Тамақ табу, солар ғана болды. Яғни ең бірінші мамандық ол мұғалім болған жоқ, ол өмірге бейімделу болды. Одан кейін ғана мұғалімдер пайда болып, жаңағы адамдар өзінің жұмысын, яғни аң аулаудан, тамақ табудан басқа, өзінен жұмысынан басқа тағы да хобби ретінде олар оқуды ашқан. Одан кейін сіздің жаңағы ең бірінші мамандық мұғалім дедіңіздер, одан кейін статус-кво баса кеттіңіз, бірақ біз ешқандай да доказательство көрген жоқпыз, дәлелдемелер көрген жоқпыз, сіздің жаңағы ең бірінші мамандығыңыз мұғалім екен. Сосын өлмейтін мамандық ол мұғалім дедіңіз. Тағы да бір өлмейтін мамандық ол дәрігер. Яғни менің алып отқаным ол ең үздік мамандық және өлмейтін мамандық ол дәрігер. Менің ойымша ең үздік мамандық күннен күнге жаңарып, жақсарып, жаңа технологиялармен дамып келе жатқан мамандық. Ол дәрігер. Дәрігер науқасты тексерумен айналысатын, аурудың белгілерін анықтайтын және соның негізінде емдеуді тағайындайтын кең профильді маман. Дәрігердің мамандығы сұранысқа ие. Ол адамның ең қымбат өмірін құтқарумен айналысады. Яғни сіздің мұғаліміңіз жаңағы таңдап отқан мұғалім, сіз жаңағы болашақта мұғалім боласыз, сіз ауырып қалсаңыз, жай ғана сырқаттанып қалсаңыз, сіз обязательно дәрігерге барасыз. Яғни дәрігер бұл жерде ең керек болыпты. Бұрынғы ғасырларды алатын болсақ, сен бір нәрсені ауырып қалсаң да, бір нәрсе болып қалса да, сен қайтсе де дәрігерге барасың. Дәрігер мамандығы ежелгі мамандықтардың бірі, ауруларды емдеу дағдылары бар. Адамдар әрқашан жоғары бағаланады. Дәрігердің мамандығы сұранысқа ие. Ол адамның ең қымбат өмірін құтқарумен айналысады. Кез келген өркениеті мемлекеттегі аса маңызды қоғамдық саланың бірі ол медициналық сала. Себебі мемлекеттің басты байлығы саналатын халықтың денсаулығы, оның толыққанды ел екендігінде бастысы. Дәрігерге дүниедегі ең қымбат нәрсе ол адамның өмірі мен денсаулығы болады. Мейірімділікпен, ізгілікпен жігерленеді. Сосын ол жерде айтып кеткім келеді, дәрігер деп жатырмын, жаңағы коронавирус болған кезде сіз айттыңыз, ешқандай да технология біздің мұғалімді ауыстыра алмайды деп ше. Бірақ коронавирус кезінде ешқай бала мектепке бара алмады, ешкім үйден шыға алмады. Вот сол сәттерде жаңағы технологиялар айтып отқаныңыз нені балаларға сабақ оқуды үйретті. Яғни 2 жыл бойы біз тек қана технологиямен оқыдық, технология арқылы жаңағы сабақтарымызды түсіндік. Қазіргі технологияларда мысалға әртүрлі тесттар бар, әртүрлі нелер бар,
видеолар бар, жаңағы программалар бар, жаңағы мысалы геометрияның өзінде де жаңағы программалармен түсіндіретін сабақтар бар. Болды, осымен сөзімді аяқтаймын. Рахмет. Яғни бірінші сұрағым, дәрігерлер әрқашан идеальный болып жүре ме? Жоқ. Бәріміз адамбыз, бәріміз жоқ, мамандық ретінде. Олар ошибка жасауға рұқсат бере ме оларға? Ошибка жасау керек па олар? Прямо ошибка жасады, рұқсат бермейді әрине, бірақ бәріміз адам болғандықтан, бәріміз не болғандықтан кез келген мамандық қателесе алады деген ойдамын. Дәрігерлік мамандығын технология өзгерте ала ма? Дәрігер мамандығын технология өзгерте ала ма? Өзгерте алады, бірақ ауыстырмайды. Жақсы. Мен бірінші сөзімді қарсылықтан бастап кетсем, яғни мен бұл кісі маған ең бірінші не дейді? Бұл кісі маған айтады, мұғалім мамандығын таңдауға сізге кім ой, то есть сіз қандай мамандық таңдап отырсыз? Мен өзім педагогика мамандығы, яғни ұстаздық таңдап отырмын. Ол ұстаздықты маған ең бірінші көзімді ашып берген, яғни менің мұғалімім болатын. Өмірлік мен өзімнен өмірінен алайыншы, ең бірінші менің прям ұстаз ретінде көрген мұғалімім, ол менің қазақ тілі, қазақ әдебиеті мұғалімім. Қазақ тілі, қазақ әдебиеті мұғалімі болғанда, көзімді керемет ашқаннан кейін, ол кісі керемет маған мұғалім болған қандай керемет екенін түсіндіргеннен кейін, мен мысалы сол мамандық иесі болғым келіп кетті деген сияқты мен осы жерде жауап беріп кетейін. Және де тағы да айтады, тағы да мынандай қарсылықтар келтірді. Сізді ең бірінші мамандық мұғалім мамандығы емес, ол бірінші функционалдық сауаттылық, яғни сіз бірінші аң аулап, ең бірінші Қазақстан тарих кітабынан оқыған шығарсыз дейді. Ол кезде выживание керек болды, бірақ ол қазіргі выживание, олар қазіргі таңда ол выживание керек емес, функционалдық сауаттылықты қазіргі таңда үйрететін, ол біздің мұғалімдеріміз болып саналады. Яғни ең бірінші бізге ортамен сіңісуді, ең бірінші ортамен танысуды, функционалдық сауаттылықты ең бірінші үйрететін, ол бізде мұғалімдер болып саналады. Тағы да сіздің мынандай қарсылығыңыз бар, мұғалімдер ауырып қалса, олар дәрігерге барып емделеді. Алайда, мен сізге айтып кетейін, егер де мұғалім ауырып қалып, мұғалім деген ол жауапты іс болғаннан кейін, дәрігерде жауаптылық іс, бірақ мұғалім ауырып қалып, мұғалімнің қайтыс болуына кім кепіл береді? Дәрігер оған кепіл бермейді ғой. Дәрігерлер оларды емдейді, бірақ қандай жолмен емдейді? Оларды өлтіріп ала ма, өлтіріп алмай ма деген сияқты сіздерге сұрақ қойғым келеді. Яғни, қазіргі таңда көптеген дәрігерлердің қалай айтсам болады, дәрігерлердің ақымақтығының кесірінен бізде көптеген аурулардың пайда болуы және де басқа да көптеген қаза табуы осы кейбірлер кезде, кейбір 99%-ың жарайды 1%-ын солай алайықшы, ол дәрігерлердің кесірінен болып табылады. Яғни дәрігерлер көмектесетін шығар, бірақ олардың дәрігерлердің ең бірінші зейінін ашатын, сол дәрігер деген мамандықты бар, ол дәрігер деп ол басқа адамды құтқаратын, оны түсіндіретін, оны сауатын ашатын, ол мұғалім болып табылады. Яғни сен бірінші кімді көресің көзіңді ашқан кезде? Сен сабаққа біріншісінде, сен далада ойнап жүрген баласың, саған мамаң айтады, келеді, саған үйретеді, сабаққа барасың, сен дайындаласың, әліпбеңді аласың, жанында ең бірінші кім тұрады? Мұғалім тұрады. Жанында дәрігер тұрмайды, салам алейкум. Жанында яғни мұғалім тұрады сенің, мұғалім сенімен бірге жұмыс жасайды. Тағы да мен сізге сұрақ қойған, медицина мен яғни заманауи технологияны ауыстыра аламыз ба? Яғни сіз айттыңыз, ауыстыра аламыз, бірақ өзгерте аламыз, бірақ алмастыра алмаймыз деп. Қазіргі таңда біз уже алмастырып жатыр, қараңызшы. Біз уже көптеген дамып келген мемлекеттерде, Жапонияда, Кореяда, Америкада, басқа да штаттарда, басқадан дамып кеткен елдерде уже медицинаны, яғни бұл дәрігер мамандығын уже роботтар жасап жатыр. Сіздің қолданып жатқан обычный заттарыңызды компьютермен енгізіп, оны яғни роботтар жасап жатыр. Яғни дәрігерлерді кейінгі таңда біз болашақта роботтар алмастырады дегенге мен нақты келісемін. Қазіргі таңда дамып кеткен мемлекеттерде роботтар алмастыруда, себебі роботтардың өздері кепілдік береді, роботтар идеально жасап береді адамға қарағанда. Потому что кейбір дәрігерлер қателік жасағанның кесірінен кейбір адамдардың қайтыс болуы
бар деп айтқан болатын. Яғни сіз айттыңыз, мұғалім мамандығын ешқандай технология алмастыра алмайды деген өз сөзім бар еді. Мен оған өте келісемін, потому что коронавирус, сіз айтасыз, оған мынандай қарсылық келтіресіз. Коронавирус кезінде 2 жыл біз онлайн оқыдық. Сіз онлайн жаныңызда роботпен оқыған жоқсыз ғой. Жанында, сіз технологиямен оқыдыңыз, бірақ оны сіздің зуммен келіп көрсеткен, кел оқиық деген, зумға кіріңдер, сабақтарынан қалып қалмаңдар, мынаны жазыңдар, мынаны оқыңдар деп отқан, сол телефонның ар жағында отқан, ол сіздің мұғаліміңіз тұғын. Яғни қараңызшы, сіз коронавирустың кезінен оқи алмайсыз, бірақ сіздерге арнайы зум арқылы мұғаліміңіз алады да, оқып соны ашып береді, яғни сіз ашылып, соны оқисыз, конспект жазасыз. Яғни мұғалім мамандығы коронавирус кезінде біз алмастыра алмадық. Онлайн оқыған шығармыз, бірақ онлайнды оқытқан ол бізге мұғалім. Яғни басқа да сайттардан біз ашып онлайн тапсырмаларды мұғалімсіз, сіз көмегінсіз біз жасай аламыз дейсіз. Қараңыз, онлайн тапсырмалардың артында тұратын кім? Олар мұғалімдер. Сіз мысалы видеоға түсіріп тұрсыз ба? Оның арт жағынан сіз көріп тұрсыз ба? Яғни мына жерде тұрып сөйлеп тұрған ол мұғалім, ол басқа ешкім емес. Егер де сіз какой-то программамен, жаңа технологиямен үйренем десеңіз де, сіз ауызша оған сұрақ қоя алмайсыз. Сұрақ қоя алатын шығарсыз, бірақ нақты жауап таба алмайсыз. Себебі мұғалім сізге шире және кең ауқымды алған қателіктермен, кейбір дұрыс жауаптар арқылы сізге толықтай түсіндіріп беретін болады мұғалім. Яғни осы кезде мен ең бірінші айта аламын, мұғалім мамандығы ең үздік мамандық. Себебі баланың жанында жүретін, баланың ең бірінші көзін ашатын ол мұғалім мамандығы. Осымен сөзімді аяқтаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді қарсылықтарымды айтатын болсам, сіз ең бірінші бүкіл сөзіңіз бойынша сіз айттыңыз, дәрігер кінәлі, дәрігер қателік жасайды, дәрігер амансыз, дәрігер амансыз. Ең бірінші айтатыным, ол дәрігердің кесірінен аурулар пайда болмайды. Мен айтып кеткенде, ең басын айтып кеткенде, дәрігер дегеніміз ол сіздің симптомдарыңыз, сіздің ауруыңызды шығарып, сол аурулардың жаңағы емдеуге тырысатын. Ал жаңағы аурулардың пайда болу күнәсі ол немесе профессордың қателігі болады, яғни бір нәрсе жасап жатып шығару, немесе экологияның күнәсі болады. Одан кейін айтады, сіздің көзіңізді ашатын мұғалім дейді. Осы жерде дәрігер болмаса, сіз даже өмірге келмеуші едіңіз деп айтқым келеді. Сосын роботтар алмастырмайды, роботты жасайтын жаңағы роботтар дәрігерді алмастырады деп отырсыз. Қазірдің өзінде Жапонияда роботтар алмастырып жатыр дейсіз. Бірақ алысқа кетпей қойып, сол роботты жасайтын кім? Адамдар. Сол роботқа жаңағы дәрігерлік заттарды кіргізетін кімдер? Дәрігерлер. Яғни дәрігерлердің өзі бұл жерде керек болып тұр. Роботтар қателік жібермейді дейсіздер. Даже обычный телефонның өзін алатын болса, сіз қазір телефонды суға батырыңызшы, көреген қалай жақсы істеп қалатынын. Яғни бұл жерде кез келген зат, кез келген адамдар қателік жасайды. Мұғалімдер осы жерде қателік тұратын мұғалімдер бізге үйретеді, мұғалімдер бізді осы жерде барлығын үйретіп, жазу, тұру, тамақ ішу барлығын үйрететін әрине мұғалімдер. Бірақ мұғалімдердің өзі көбісі керемет деп те айта алмаймыз ғой, дұрыс па? Кейбір мұғалімдер болады, которые өзінің оқушыларын өздері ұрсып тастайтын, әдейі губиттап тастайтын. Яғни олар педагогикалық жаңағы біліммен алынбағандар деп айтуға болады. Сосын осы мен айтқым келіп тұрғаны, яғни дәрігер ең үздік мамандық, ең қажетті мамандық деп айтқым келеді. Себебі мұғалімнің несі, мұғалімді ауыстыруға болады. Яғни мұғалімдердің жаңағы несін
жаңағы мысалы қазірдің өзінде мектепте неше түрлі жасап жатыр, яғни компьютерлер қойып жатыр. Соның ішінде былай ақтарып шықсақ, кез келген сіз 90-лық жиынтық бағалауды, кез келген бөлімнің несін жиынтық бағалауларын сіз интернеттен тауып аласыз. Көп балалар қазір оқымай кетті. Көп балалар жаңағы блогер, анау мынау дегенде шығып жатыр ғой ше. Соған көп балалар оқымай кетті. Сол оқымай кеткені себебі интернетте барлығы бар. Интернет деген барлығын істей алады. Ал сол оқымаған балалар ауырып жатса қайтсе де дәрігерге барады. Интернеттен ондайды оқып, жай ғана дәрі іше салудың өзінде сен керемет ауруды несе алмайсың, жоя алмайсың деп айтқым келеді. Рахмет. Ал енді анализға көшетін болсақ, ең бірінші Аруна ханым шығарды бізге мынаде ең үздік мамандығы жаңағы мұғалім екенін түсіндіріп кетеді. Сосын ең бірінші мамандық, ең үздік емес, ең бірінші мамандық мұғалім деп бұл жерде шығарады. Бірақ одан кейін статус-кво ашқанның өзінде біз ешқандай дәлелдеме көрген жоқпыз. Ол ең бірінші мамандық мұғалім екенін, ең үздік мамандық мұғалім екенін біз көрген жоқпыз. Сосын өлмейтін мамандық мұғалім деді. Тағы да неге ол өлмейтін мамандық, неге ол олай, неге, не үшін, қалай екенін бізге түсіндіре алмады. Одан кейін екінші мен шығып қарсылық білдірдім. Барлық аргументін құлатып бердім деген ойдамын. Коронавирусты айтып, жаңағы технологиялардың мұғалімді ауыстыра алатынын түсіндірдім. Дәрігер мамандығының өмірде керек, сен өміріңді сақтайтын және өміріңе тікелей байланысты дәрігер екенін түсіндірдім. Одан кейін Аруна ханым бізге шығады, жаңағы мұғалім баланың жаңағы көзін ашатын деп түсіндіреді. Бірақ мен оның аргументін дәрігер болмаса сіз өмірге келмеуші едіңіз деп түсіндіріп кетемін. Роботтар технологиялар жаңағы мұғалімді ауыстырып кете алады деп түсіндіремін. Яғни коронавирустың өткен осы 2 жыл тәжірибемізде бізге тура өміріміздегі опытпен, тәжірибемізбен көрсетіліп тұр. Яғни мұғалімді технологиялар оп-оңай ауыстыра алатынын, ал дәрігерлерді жоқ, себебі коронавирус кезінде дәрігерлердің жетіспеушілігі болды. Қазірдің өзінде дәрігердің кесірінен деп айтып кетеді бұл кісі. Дәрігердің кесірінен аурулар пайда болады, дәрігерлер кінәлі, дәрігерлер аурулар шығарады деп, дәрігердің кінәлері өте көп деп түсіндіріп кетеді. Бірақ тағы да қайталап кетейін, дәрігердің кесірінен емес, бұл мен басында түсіндіріп кеткендей, дәрігер тек қана сіздің симптомдарыңызды алады да, сізді емдеуге көмектеседі, сізге жаңағы препараттар, соның бәрін симптомдарын шығарып береді. Ал жаңағы аурулардың пайда болуы немесе профессорлардың немесе экологияға байланысты. Қазіргі кезде біздің жаңағы ғаламшарымыздың жағдайына қарай отырып, экологияның бұл жерде кесірі бар деп айтқым келеді. Ал енді анализді айтып отырмын. Анализдің соңы осы болсын. Ойымыздың соңы 99% теңізді өзіме алып 1%-ті сізге берейін. Рахмет. Сараптамада қысыласым аяғына жалғымшылық қылма дегендей, мен өзімнің сараптамаларыма келсем, яғни біздің анализ тарапында яғни біз ойында қалай бастаймыз? Мен ең үздік мамандық ретінде, ең алғашқы мамандық ретінде, ең үздік және ең алғашқы мамандық ретінде, мен мұғалім мамандығы ретінде алған болатын. Мен түсіндірім бойынша, мен мұғалім мамандығы ол баланың ең бірінші көзін ашып беретін мамандық
ретінде деп айтқан болатын. Менің жаңағы бұл қыса статикомда қазіргі таңда педагогикаға түскен мұғалімдер көп, және де оған менің өзім де түсемін деп айтқан болатынмын. Яғни педагогика саласы қазіргі таңда дамуда, ол ары қарай жүруде. Қазіргі таңда педагогика мамандығы ары қарай басқа да оқушылар, яғни толық 11-ші сынып бітірген оқушылар университет арқылы педагогика мамандығын оқып шығуда деген сияқты статистикамда келтіріп кеткен болатын. Яғни менің философиямда бар болғандығын ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстазсыздық еткен жалықпас, үйретуге балаға деген мен осы жерде осындай философия айтып кеткен болатын, құрметті менің қарсылас командам. Яғни менің аргументтерім қалай болды? Әр баланың зейін ашатын ол мұғалім, мұғалімсіз біз білімсіз қалатын едік деген сияқты мен өзімнің аргументтерімді жеке ойларымды білдірген болатынмын. Жақсы, бұған қандай қарсылықтар келеді? Бұған бізге қарсылықтар, егер де қазіргі таңда сіз дәрігер мамандығы болмаса, сіз бұл жерде дүниеге келмейтін едіңіз, бұл жерде отырмайтын едіңіз дейді. Яғни қарсылық келтірдім бұл қарсылыққа. Мен айттым, егер де дәрігерлердің ең бірінші көзін ашатын ол мұғалімдер, значит біздің ең үздік мамандығымыз ол мұғалім болып саналады деп айтқан болатын. Және де мен мынандай қарсылық айттым, біз мектепте 8 сағат жүреміз, сол 8 сағаттың ішінде біздің окружениемізді өңкей өзімізбен жас балалар және де мұғалімдер деп айтқан болатын, және де біз мұғалімдер арқылы өмірді танимыз деген айтқан болатын. Бірақ оған біздің Лаура ханымыз ешқандай қарсылық келтірмейді. Яғни айтуы бойынша ең бірінші ол кісі былай айтады, бұндай қарсылықтар келтіреді. Ең бірінші мамандық ол яғни функционалдық сауаттылық, ең функционалдық сауаттылық, яғни өзін-өзіңді қамтау, өз-өзіңді выживание, яғни ең бірінші выживать етуге үйрену ал, сосын бірақ бізге мұғалім мамандығы керек болды дедім. Мен бұған қандай қарсылық келтірдім? Мен выживание функционалдық сауаттылықты ең бірінші қазіргі таңда бізге үйрететін кім? Ол бізге ата-ана, ол бізге мұғалім деп айтқан болатынмын. Және мен мұғалім мамандығы бұл бізде ең особо керек емес, яғни оны керек емес мамандық, бұл бізді коронавирус кезінде дәлелденген болатын. Мен оған келісемін, бірақ ол кезде мұғалім мамандықтары өз жұмыстарын атқарған, демалған жоқ олар. Тоже дәрігерлер сияқты жұмыс істеп жатты олар тоже, потому что олар сіздер онлайн технология арқылы бізге сабақ беріп отырды. Олар жұмыстарын, коронавирус біз ауырып қаламыз деп, олар телефонның артына тығылып жатқан жоқ, наоборот телефонның артынан шығып бізге звондап, мынандай оқисыңдар, мынандай елерге жетулері керек деген сияқты бізге онлайн сабақтардан оқытқан болатын. Және де осылай біз технологияны мұғалімдерді алмастыра аламыз деген болатын. Яғни мен бұған келіскен жоқпын, мен наоборот айттым, медицина мен роботтарды қазіргі таңда алмастыруға болады, потому что медицинада біздің дамыған мемлекеттерде медицинамен уже роботтар жасайтынын айтып кеткен болатын. Яғни бұны тағы да бір статистика ретінде айтып кеттім, бірақ бұл Лаура ханымға өте қатты әсер еткен жоқ. Бұл кісі айтады, тек қана ол роботтар алмастыра аламыз, бірақ дәрігерлердің орындары бәрібір керемет болып сақталып тұрады деп. Мен айтам, дәрігерлер кейбір кезде қателік жібереді, кейбір кезде ауруларды өлтіріп алады. Олар тырысатын шығар, мынаны бүйтпейік, мынаны сөйтпейік, оны емдетейік, мынаны тырысайық деген. Бірақ та олар кейбір кезде сол дәрігерлердің кейбір сауатсыздығының кесірінен біздің өліп кетуімізге дейін апаратынымызға мен дәлел келтірген айтып кеткен болатын. Және де осылай мен осындай қарқынды қарсылықтар келтірдім, және де менің сұрағымда айтып кеткен болатын. Дәрігерлер бізге 100% кепілдік бере ме? Біздің өлмейтінімізге, біздің толықтай денсаулығымыз сақталатынына кепілдік бере ме деген болатын. Лаура ханым жоқ, кепілдік бермейді. Ал робот, мен айттым, роботтар кепілдік береді, потому что бұл жасанды технология деп айтқан болатын. Осылай мен өз нақты қарсылық кілті менде қалды, яғни мен бұл кісіге нақтылай мұғалім мамандығын, бірінші мұғалім мамандығы, әрбір мамандық керемет, әрбір мамандық үздік, бірақ ең бірінші мұғалім мамандығы ол сол мамандықтардың көзін ашатын мамандық ретінде деп айтқан болатын. Мен ең бірінші және ең үздік мамандық ретінде осы мұғалім мамандығын бекер алған жоқпын, себебі ол басқа мамандықтардан қарағанда ең бірінші тұратын мамандықтардың бірі. Осылай мен жеңісті өз қалтамда деп ойлаймын. Осымен ойын аяқталды. Яғни сізбен біздің ойнағанымызға рахмет. Ойын қызықты. Рахмет сіздерге.